Ассаламу алейкум, бізбен бірге Жуман Жұмабеков, жаңа ғана осы жерде Вандерле Левандовскийді сылқ еткен адам. Жеңіс құтты болсын, көңіл күй қалай жалпы? Енді есе қайтардың ғой, біраздан бері күттің, сол жайлы айтып кетсең бір-екі ауыз. Қанағаттанбай қалдым десе, қалжың айтам. Енді бұйырып тұр екен осы жекпе-жек 2 жылдан. Мен айттым ғой, бірінші жекпе-жек ол қате болды мен үшін, өйткені лоу-киктар болды. Құладым, бірақ тұра алмадым, қылқындырып тастады, бірақ мен есемді қайтарым деп ойладым. Айттым мен бәріне. Бір апта бойы қайталап жүрдім, есемді қайтарам. Өйткені бұл былай айтқанда менің территориямда. Бұл жерде өзім еркін сезінемін. Мен бекерден бекер, бұл жерде 7-0 емес, бекерден бекер чемпион емес. Енді 8-0, Құдайға шүкір, бүгін оны дәлелдедік. Көрдіңдер, ашық айқасқа бардық екенбіз кәдімгі. Барымызды қалдырдым, бірақ өзімді дәлелдегім келді. Ол мен үшін осы лигада мен үшін дәрежесі төмен спортшы ретінде. Мен Құдайға шүкір бүгін Аллахтың қалауымен екінші анамның батасы арқасында бүгін өзім еңбегім арқасында жеңіске жетіп отырмын. Ендігі қара, қазір жұлдыз есімдерді жайлы айтып жаттың, Жозе Алдо жайлы әңгімелер болды. Өзің қандай қарсыластарды көресің? Қандай бір енді өзіңді мұқтажсың ондай жекпе-жектерге сұрап отырсың деген сияқты. Фантазияң қазір қандай қарсыластарға жетіп тұр? Танымал егер жұлдыздарды алатын болсаң, салмағы жақындау. Ұйымдастырылады деген Эдсон Барбоза. Жозе Алдо қымбат сұрады, оны білеміз. Мұхамеджанмен де сөйлестім, Нұрдолатпен. Өйткені оны бұлардың алып келуге шамасы жетпеді. Енді ойлаймын, осындай жекпе-жектен кейін маған ондай жұлдызды жауынгерлермен төбелесу маған бұйырған шығар иншалла. Соның бірі сол Эдсон Барбозамен өз өнерімді көрсеткім келеді осында иншалла. Бір кездер ММА-де карьерамды қойып кеткем дегенсің, сосын бір анонс шығып қалды. Сол жайлы кішкене бізге айтып кетсең, ММА-де осы жылы Ордада көріп қалуымыз мүмкін бе? Бұйырса, негізі осы жекпе-жектен кейін белгілі болатын ол. Егер ауыр жарақатқа байланысты, көріп отқандай ауыр жарақат жоқ. Енді болмыш нәрсе, иншалла кететін нәрсе. Сол себепті Ордада мен әбден көріп қалуларыңыз мүмкін. Өйткені Ордада бізде келісім сөзі жүргізілген. Алла бұйыртса, мүмкін сол жерде, мүмкін басқа лигада. Білмеймін, бір Аллахқа байланысты ғой. Бірақ Орданы маған ұсыныс түскен. Енді осы жерде мен сен бір сұраққа кішкене кеңірек жауап берсең екен деймін. Ол жастардың конференция кезінде, ашық жаттығу кезіндегі, мысалы, шет елден келген жігіттерге қазақ балаларының жанкүйер болып жатқанын саған кәдімгідей бір шамға тиіп кеткен. Сол жайлы айтып кетсең, сол жастарға шет елден келген, басқа бір елден келген жігіттерге жанкүйер болып жүрген жігіттерге айтсаң. Енді ол ашты шындық, мен соны айтам деп, мен өзім жастарға мен күлкілі болып қалдым, сөзін шыны керек. Ол бауырлар, ол онда тұрған ештеңе жоқ, мен ешкімді бөлмеймін, бірақ қазақ спортшылары бар, ондай деңгейде өнер көрсетіп жүрген, олар сияқты ол қайдан шыққан балалар, әшейін жай біреулермен төрешіп жүрген балалар емес, өзін дәлелдеп жүрген жігіттерге жалғасқа, неге арманға сонда құрмет көрсетпеді, мен сол үшін ұялдым ол жерде, мен жаным күйген сол. Бәрі келеді, Нихарко дейді, артық ештеңе әңгімем жоқ, анау дейді, мынау дейді, бірақ нағыз спортта дәрежесі бар, мансабын осы кәсіпқой спортқа арнаған арманға, жалғасқа неге солай жанкүйер болмайсыздар? Мен сол үшін ішім күйетін сол. Кешеде ана конференцияда көрдіңіздер, болмайтын біреулерге жанкүйер болып жатыр. Қазақты қазақ қолдайтын болды, басқа ешкім емес. Сол үшін жастар дұрыс тәрбие алыңыздар, қазақтың спортшыларына қолдау көрсетіңіздер. Мен сіздердің тілейтінім сол. Болды, онда осындай керемет сөздермен кішігірім сұхбатымызды аяқтайық. Жұмеке, жеңіс құтты болсын тағы да. Жеңісті күндерде көп кездесіп жүре берейік онда.